Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте керемет тағамдардың бір түрін көрсететін боламын. Алда ораза келе жатыр, сол кезде жасап берсеңіздер өте жеңіл және тойымды және жылдам дайын болады. Тамағымызды бастаймыз. Бізге алдыменен тартылған ет қажет. Онымызды бір ыдысқа салып аламыз және де оның үстінен пиязымызды, яғни блендермен майдалап алсаңыздар да болады. Кез келген затпенен осылай майдалап дайындап алған пиязымызды саламыз. Мөлшерін өз қалауларыңыз бойынша сала берсеңіздер болады. Яғни отбасыңыздағы адам басына байланысты жасай берсеңіздер болады. Енді осы екеуін жақсылап араластырып біркелкі етіп алатын боламыз. Етіміздің үстінен енді бізде дәмдеуіштеріміз тұз, қарабұрыш, паприка, кориандр және де менде әмбебап дәмдеуші болды. Яғни соны да саламыз. Жақсылап араластырып аламыз оны да, және де менде үйдегі нанды, яғни суда жібітіп аламыз. Яғни булка нанды, қара нанды осылай жібітіп дайындап алсаңыздар болады. Енді нанымызды да мыжып жақсылап етімізбенен біркелкі етіп, біркелкі масса шыққанша қолымызбенен жақсылап мыжғылап отырып араластырып алатын боламыз. Мінекей біздің массамыз дайын, осындай түріде керемет, өте котлет тәріздес болып шығады. Енді етімізді дайын болғанша күрішімізді пісіріп алуға жіберетін боламыз. Яғни мен термомикске салдым. Бұда пісіріп алатын боламыз. Енді бізге бөлек ыдысымызға 3 жұмыртқамызды шағып аламыз. Оны да қалауларыңыз бойынша 4 жұмыртқа етіп алсаңыздар да болады. Енді бізде көк пиязымызды майдалап турап алатын боламыз. Яғни көк пияз болса өте дәмі керемет болып шығатын болады. Достар, видеомды көре отырып, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле кетіңіздер және де жанындағы қоңырауша белгісін бассаңыздар, менің видеоларым сізге SMS түрінде түсіп отыратын болады. Мінекей пияздарымызды турап болдық. Енді онымызды жұмыртқамыздың үстінен салатын боламыз. Яғни жұмыртқалы массамызды дайындап аламыз. Оның үстінен тұз және қарабұрышты да аздап салып, қоймалжың етіп араластырып дайындап аламыз. Достар, каналым өте пайдалы, тіркеліп қойыңыздар, жоғалтып болмау үшін. Және де алдағы уақытта ораза айына байланысты өте керемет рецепттерменен бөлісетін боламын. Бізде дайын барлығы, енді ыдысымызға салатын боламыз. Етімізді қолымызбенен осылай үлкен дөңгелекшелетіп аламыз, яғни оны ыдысымызға лайықтап алатын боласыздар. Осындай үлкендеу немесе шағындау пиалаларға дайындасаңыздар болады. Немесе арнайы осындай кішкене әдемі ыдыстарға салып пісірсеңіздер болады. Ешқандай уайымдамаңыздар, кеселеріңіз, яғни духовкаға салған кезде ешқандай сынбайды, жарылмайды. Әдемі болып пісіп шығатын болады. Мінекей барлығын осылай дайындап аламыз және де ортасынан басып отырып, мінекей видеода көрсеттім, осылай ортасын кішкене ашып алатын боламыз.
менде біріншіден бесеуін, яғни 5 кесені бірге осылай салып жасап дайындап алдым. Тағамдарыңыз күнделікті бір қалыпты жасағаннан да осылай арасында ерекше етіп осылай жасап тұрсаңыздар, отбасында баршаларыңызға ұнайды деп айта аламын. Дәм өте керемет болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі бізде осы фаршымызды салып болдық, енді оның үстінен аздаған сырды салсаңыздар болады. Менде 2 түрлі сыр болды. Оны майдалап тураймыз, немесе күштен өткізіп жіберіп салсаңыздар да болады. Астына сырымызды саламыз, және де оның үстінен жаңағы дайындап алған жұмыртқалы массамызды лайықтап отырып құйып шығатын боламыз барлығына. Тағамымыз айтарлықтай дайын. Мінекей, енді осыны пешімізге жіберетін боламыз. 180-200 градуста 30-35 минуттың ішінде пісіп шығады. Келесі бізде ыдысымызға мінекей пісіп шыққан күріштерімізді саламыз. Яғни осы үлкен кесенің ортасынан кесемізді, пияламызды, яғни төңкеріп қойып, оның үстінен күріштерімізді жан-жағына немесе толықтай кесеге толтырып шықсаңыздар да болады. Ол кезде кесенің пияланың астында да күріш тұратын болады. Мінекей дәл видеодағыдай етіп салып шығатын боласыздар. Таза жаңағы басып отырып, яғни тығыздап жіберу керек. Сол кезде ажырап кетпейтін болады бір-бірінен. Күрішті қарапайым жаңағы сковородкада немесе кастрюльге салып отырып, суға қайнатып пісіріп алсаңыздар да болады. Міндетті түрде осылай пісіп шықса болғаны. Мінекей күрішіміз дайын. Енді тарелкамызды күрішіміздің үстінен кесемізге, яғни жауып отырып, осылай аударып аламыз. Сол кезде өте ыңғайлы болып алынатын болады. Мінекей кесемізді аламыз, және де пияламызды аламыз. Сол кезде осындай ортасы ашық болып дайын болып шығады. Оның үстінен фаршымызды, яғни котлет тәріздес етіп аламыз. Оңай ғана алынады, яғни астында соғы болса, оны да құйып жіберсеңіздер болады. Мінекей өте керемет болып шықты. Қаласаңыздар бетіне жаңағы зелендерді саласыздар. Жаңағы жұмыртқалы массамыздың үстінде үйде болатын болса, қызанақтан салып жіберсеңіздер, көрінісі де дәмі де өте керемет болып шығады.